Олар ақ халатты ғана кимеді, олар үмітті киді. Олар диагноз ғана қоймады, олар жанды емдеді. Олар жай ғана дәрігер болмады, олар адам өмірінің арашашысы болды. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкасттың қонақтары Атырау облысының денсаулық сақтау саласының ардагерлері, денсаулық сақтау саласының үздік медицина қызметкерлері Ғазиз Қаламұлы Есқали, Ақжыма Аққалиқызы Жаңбырбаева қонақта. Енді алғашқы сөз кезегін Ғазиз Қаламұлы, өзіңізден бастасақ, алғашқы жұмыс күніңіз осы өңірімізге денсаулық сақтау саласына келгендегі сәттеріңізден бастасақ. Жарайды. Енді құрметті көрермен, тыңдаушылар, негізгі мақсат енді осы медицина саласына өздерінің жастардың арасында қызығушылық болса, сосын енді мына қазіргі заманда жетпей атқан мамандарға толықтырулар болса, біздерге жаңағы лайықты орнымызға мамандар келсе деген ниетте. Сосын енді мына медицина саласының қысқаша тарихы, өзі дәрігердің жұмысы, ол енді ерлік, әрине. Қай маманды, қай дәрігерді алмаса да, осы біздің алдымызда солар үлгі ретінде. Біздер жастайымыздан мына алғашқы біздің өңірдің дәрігерлері Халел Досмұхамбетовтың өмірімен таныстық кезінде, мына біздер енді ауылда өскен адамдармыз. Сол біз Кулагина дейтін селода оқу бітірдік. Сол селода сол Жамбыл мектебін, қазір Қалам Есқалиев атындағы мектеп, сол мектептен 5 академик шыққан медицина саласының. Сол Абисатовтан бастап айтсақ, жаңағы Масалин Марат бар, жаңағы сол анау академик Зельцер бар, жаңағы бас эндокринолог республиканың. Соларды біздер көріп өстік. Құрттай мектептен, Құрттай ауылдан, қазір Есбол ауыл деп аталар. Біздер оларды барлық уақытта мақтан шықламыз. Әке-шешеміз елге Қайыржан келіп жатыр екен. Елге жаңағы Марат келіп жатыр екен деп, осы денсаулық сақтау саласында қабылдауға соларға жүгіп баратын. Енді мында дәрігер несқа болдың деген сұрақ бар екен. Дәрігер болудың себебі біріншіден жаңағы мен өмірге келместен 5 күн бұрын әкемді халық жау ретінде алып кетіпті. Сосын басында ату жазасына кесіліп, артынан жаңағы енді ол репрессияның бір жаңағы әлсіреген кезі ол. Соған байланысты 10 жылға помилование жасап, сосын енді жаңағы Сталин өліп, Берияны әшкерелегесін, оларға амнистия болып, сол әкем 5 жыл отырып келді. Сол енді шешеміз кішкентайымыздан құлағымызға құяды, жаңағы осы мына үкімет дейтін сендерді соттайды ертең. Соған түрмеде де дәрігерлер жақсы тұрады екен. Сен дәрігер бол деп шешеміз енді жасыратын құлағымызға құя берді. Енді алдымызда енді 31-ші жаңағы мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ғой, соған байланысты айтып атқаным ғой. Ал енді оның үстіне мен енді жастайымнан сол көз дәрігер болуды армандадым. Себебі әкем келгенде Қызылшадан асқынып, мен екі көзім көрмейді. Енді ол кезде Қызылша дейтін балдарды өліміне көп себепші болған. Қызылша я өзіңді алам, я көзіңді алам. Ал осы жерден айта кету керек, біздің халқымыз мына вакцинациядан қашат, кейбіреулері орынсыз. Біздің жаңағы
осы вакцинацияның арқасында қанша мыңдаған бала жаңа тірі келе жатыр, ауырмай келе жатыр. Қызылшаны жойдық деуге болады. Дұрыс айтасыз. Иә, 96% қорғаныс береді вакцина дейтін. Дұрыс айтасыз. Иә, ол кезде мен енді мынау институт бітіргеніме, дәрігер болып жасағаныма биыл 50 жыл болып жатыр. 50 жыл, енді осы 50 жылдың ішінде, осы алғашқы келгенде, сонда мынау дифтерия болды. Дифтериядан өлім де болды балалардың арасында. Қызылшада болды. Қызылшадан да жаңағы көп балалар шетінейтін. Ол енді кейін кезде мына тіпті сары ауруға қарсы екпе жасалатын болды. Ал сары аурудан аурухана толып ататын еді балдар ол кезде. Сары аурудың көбі сол жаңағы үлкен асқыну береді. Денсаулығына қатты залал келтіреді. Осы жерде сол жаңағы мынау вакцинацияға екпе жұмысына тұрғындарымыз оң көзбен қарасын деген ниетпен айтып жатырмын. Рахмет. Ол кезде енді мына сүзек дейтін болды. Жаңағы сосын брюшной тифтит қазір. Брюшной тифтит болды ол кезде. Бруцеллез де болды, туберкулез де болды. Дұрыс айтасыз. Барлық инфекциялық аурулардың алу үшін осы 50 жыл тәжірибемнің ішінде оны тоқтататын жаңа ауруларды басқаруға, инфекцияларды басқаруға бара мүмкіндіктер бар деп отырсыздар ғой. Соның бәрін осы профвакцина арқылы тоқтата аламыз деп. Дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет, Ғазиз Қаламұлы. Дәл осындай сұрақ және сол кездегі денсаулық сақтау жүйесі қандай еді? Ақжамақ Қалиевна, өзіңізде бір ауыз айтып кетсеңіз. Рахмет, сұрағыңа өте орынды сұрақ деп есептеймін. Енді біздер мынау жерде өмірдегі денсаулық саласында болған өзгерістер, қазіргі өзгерістер, соның бәріне бір ой жүгіртіп әңгіме құрайық деген жағдайда кездесіп отырмыз. Енді дәрігер болуды армандау әрбір адамның өзінің бір себебі болады ғой деп мен ойлаймын. Менің де дәрігер болуыма себеп болған анамның өмірден ерте кетуі. Сондықтан Алматы мемлекеттік медицина институтының түлегі болып 76 жылы бітіріп келдім. Біздің облысқа, Атырау облысы, ол кезде Гурьев облысы ғой. Біз сол Алматыдан 2-ақ кісі келдік. Біреуіміз Қалиева дейтін менің бірге бітірген курстасым. Ол акушер-гинеколог болып келді, мен терапевт болып орналастық интернатура өтуге облыстық ауруханада. Бірақ интернатураны өтуге маған мүмкіндік бермей, Қайролла Смадияров ол кезде денсаулық сақтау басқармасының басшысы бір күні шақырып алып, айнам сен ауылыңа барасың деді. Сосын енді кім бірден үйренген келеді, облыстық аурухана, үлкен аурухана. Сосын айтты, ауылда дәрігер жоқ, сондықтан сол жерге барып қызмет жасауын керек деп. Соны ауылға келдік. Айтайын дегенім, сол кезде ол ауылда 25 койкылық аурухана болды, амбулаториясы бар, 3000-ға жуық халқы бар. Ол жаңа мұнай өндіретін баяғы 1910 жыл, 11 жылдарда айтып атамыз ғой, мұнайдың шығару кезеңдері, баяғы ағылшындарға жалданып жұмыс жасаған біздің әкелеріміз, аналарымыз, сондай мұнайшы ел кезінде керемет жоспарды орындап тұрған мекен болатын. Енді барып қарасам, ешкім жоқ, 2-3 орта буын медицина қызметкері бар, басқа дәрігерден адам жоқ, жалғыз өзім. Баланы да қарау керек, үлкендерді де қарау керек, жаңағы өздеріміз айтып отырған вакцинамен жұмыс жасау керек деген сияқты барлық ауыртпалықты жалғыз өзіңе жасауға тура келгенде, мен қазір ойлаймын, біздің қазіргі жанұялық дәрігерлер институтын қалыптастырдық қой. Енді жанұялық дәрігердің қазіргі еңбегі баяғы біздегі жасап кеткен біздің қиындықтарымыздың негізінде құрылған нәрсе ғой деген маған ой келеді. Барлық жақсы нәрселер ұмытылған ескі принциптер ғой, дәстүрлер жалғасып келе жатыр деп ойлаймын. Сол кезде мынау диспансеризация деген ұғым болды. Ең бірінші алға қойған мақсат халықтың денсаулығына
денсаулығын сақтау үшін олардың жақсы принциптерін орындау, ауруды болдырмау, алдын алу болды. Енді қазір ол да принцип жоғалған жоқ деп есептеймін. Оның үстіне қазір өте дамыған мына скринингтер жүріп жатыр, жаңағы қатерлі ісікті алдын ала табу деген сияқты, сосын жаңағы вакциналау ол дейтін оңай жұмыс емес, елдің бәрінің түсінігі бір уақытта бір бұрылып кеткен жағдайда медицина саласында қызметкерлерге бұл жұмысты түсіндіру, айту, жеткізу, атқару қиындау болып жатқан тұстары да бар. Бірақ мынау ең бірінші жұмыс жасап жүрген кезде ойлайсың ғой, қайдан үйренсем екен, кім бізді үйретсе екен деп, енді 6 жыл оқығанмен де тәжірибе басқа. Содан мынау интернатураның бір 2-3 айын өткен кезім бар. Онда да ең бірінші жаңалық біздерге, терапевттарға 6 ай мерзімде мынау поликлиниканың емдеу мекемелерінің жағдайын түсіндіріп, біздерге статистикалық мәліметтерді меңгеріп, аурудың алдын алудағы барлық жұмыстарды үйреткен осы біздің мына нөмір 2 поликлиника деп отырмыз. Қазір сол поликлиникада 6 ай біздер өтуге тиісті болдық. Ал бұрын жұмыс орнынан өтуге. Ал бұрын көп стационарлық емге назар аударған екен. Ал біздің кезімізде министрліктің шығарған жаңа бұйрығы жаңа келген түлектерді амбулаториялық жолменен жұмыс жасауды үйрету болды. Сол кезде бір ай ғана мына жұқпалы аурулар ауруханасына интернатура өтуіме тура келді. Бір 2-3 ай өзім жұмыс жасадым да, содан жаңа ауылға кетіп қалдым. Сонда мен мына Күләш Халиловна деген біздің ұстазымыз, ол да ардагер, инфекционист, жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері болып жұмыс жасаған апайымыз көп нәрсе үйретті бір айдың ішінде. Айтайын дегенім, жаңа Ғазиз Қаламович айтқандай, сол кезде брюшной тифтің қаулап тұрған кезі, сонда Мақат деген селоға мені командировкаға жіберіп, 2 ай сол брюшной тифпен арпалысқан кезіміз болды. Ең бірінші ауруға диагноз қойып, жаңағы мына кісіде осындай деп история жазып, жаңағы үлкен инфекционист апамыз болды Мақат ауданында, Сальцева деген. Сол кісіге жаңағы баяндап жатсам, ол кісі маған біршама ұрсып тастады, сен сондай жап-жас болып алып, қайдан брюшной тифті қояйын деп едің деп. Содан кейін енді жазған историям бар, анализдерім бар. Анамнезі бар жинаған. Анамнезі бар, енді ол кезде тек қана лабораториядан басқа ешқандай құрал жоқ қой, аппаратура дейтін жоқ. Сонда дәлелдеп қарап едім, артынан сәйкес шығып, тіпті мақтауға ілігіп кеттім енді. Қандай керемет сәттер, қандай керемет естеліктер. Қазір мен көз жүгіртіп отырсам, сіздердің оқу бітірген жылдарыңыз, Ғазиз Қаламович, биыл 50 жыл болды деп жатсыз. Сіз 76 жылы бітірдім дейді, келесі жылы бат дейді. Мен қазір көз жүгіртіп отырсам, мен де сол жасқа келіп қалыппын. Сонда сіздер институт болып, жас болып, біздің өмірімізге ақ халат киіп, халықты емдеуге бар білімдеріңізді алып келген жаңадан жас маман есебінде осыған еңбек етеміз деп келген кезде мен шыр етіп дүниеге келіп жатыр екен. Ал қазір сіздердің тәжірибелеріңізді, сіздермен әріптес болып, осы ұйымдастырушылық өңіріміздегі еңбек жолдарыңызды біз өз көзімізбен, менің де жұмыс жасағаныма биыл 28 жыл. Сонда 28 жылдың ішінде сіздер көз алдымызда жаңағы осы бел ортасында жүрген маман есебінде көрген кезде біз студент болып келдік. Сондықтан өте қуанып отырмын сіздермен бүгін бір әңгіме, сұхбат жүргізу мақсатында мына бүгінгі біздің подкастты көретін халқымыз, өзіміздің мамандарымыз осы жақсы ақпараттарды алып, осындай тарихтың бар екен, бүгінгі күнде сіздермен әлі иық тіресіп жұмыс жасап жатамыз, көреді деген сенімдеміз. Иә, Гүлнәфис Абдуллаевна, жаңа өзің айтып кеттің ғой, ол кездегі медицинаның халі қандай болып еді деп. Әрине біздер жастармыз, біздің алдымызда үлкен ардагер ағаларымыз жұмыс жасады. Айтайын дегенім, сол ардагерлердің қолында фонендоскоп, жаңағы перкуссия, пальпация, перкуссия, жаңағы клиника. Сосын бар білетіндері рентген аппарат, рентгенге түсіру, жаңа скопиография, холецитография әрі кеткенде.
сосын енді лабораториялық анализдерге жүгінеді, басқа еш нәрсе болған жоқ. Ал қазіргі кезде кәдімгі үлкен бір қуанышты сезімге біз ие болып жүрміз де, қанша техниканың өзгеріп, мына біздің дәрігер мамандарға қанша көмегі тиіп жатыр, солай емес пе? Өте тамаша. Файыз Қаламович, сіз де енді басқардыңыз ғой, медицина саласындағы осы екі үлкен айырмашылықты көріп отырсыз ғой, не деп ойлайсыз? Енді бұл жерде жаңағы бәрі маманға байланысты ғой. Ол кезде мына ауылдық жерлердің бәрінде фельдшерлер отырды. Дәрігер жетіспейді. Жаңағы осы фельдшер окулист дейтін болды. Дәрігер, көз дәрігерінің шынында офтальмолог дейді. Ал окулист деп фельдшерді айтады. Сосын тіс дәрігерлер дейтін болды. Тіс дәрігер жоғарғы білімі барды, оны стоматолог дейді. Ал ол кезде зубной врачтар болды. Мектепте қарайтын, орта мектепте. Маман жетіспейді. Жаңа сол, даже біздің облыс орталығына реанимациялық службы тек қана 74-ші жылы келді. Жігер Ментаевич бірінші сол отделениені ашқан жаңағы реанимационный. Мына Ақжұманың жолдасы сол реаниматор анестезиолог болды. Енді оны айтайын деп отқан кезім. Ол кезде мен де сол жаңағы ауданға жіберді. Бірінші кезекте ауданды, ауылды қамтамасыз ету керек болды. Сонда мен де ауылға барғанда маған шейін ол жерде көз дәрігер де болмаған. Ол жерде реаниматор анестезиолог дейтін де болмаған. Сосын күрделі операция болатын болса, анестезиологтарды облыс орталығына шақырады екен. Ал енді көз дәрігері болу үшін ол кезде әуелі хирург болу керек. Мединститут ол кезде хирург, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр дейтін 4 мамандық бойынша дайындайды. Соны хирургияны бітіргеннен кейін кем дегенде 3 жыл хирург болып жасау керек. Сосын барып көзге 1 жыл оқып, көзге операция жасауға рұқсат алатын кез. Специализациядан өту керек. Ташкентке сол 77-ші жылы барып 1 жыл оқып, көзге операция жасауға рұқсат алып келдім мен. Сол тұңғыш көз дәрігері болдым ауданда. Сосын енді реаниматор анестезиолог дегенді игерген себебім Неговский дейтін Союзда главный реаниматор анестезиолог. Сол бұйрық шығарды барлық аудандардың көз дәрігерлерін реанимация анестезиологиядан Северодонецкіге жаңа Алтайға оқуға жіберу жөнінде. Содан жаңағы Ганюшкиннен менімен бірге бітірген Уақит Мұқанов марқұм болып кетті қазір. Балықшыдан көз дәрігері болып жүрген Сағат Мұратты, сосын Индерден мені, үшеумізді жаңа оқуға жіберді. Сосын ауданда тұңғыш рет реанимация анестезиология службысын қатар атқаруға тура келді. Көз дәрігері. Ал енді мынау көзі көрмей жүрген кісіні көзін ашқан, жаңағы көзінен повязка алғанда ол немерелерін, шөберелерін көргендегі қуанышын көру дейтін. Ол адам үлкен бақыт, сен бірге қуанасың науқаспен. Сен жаңағы 1 ай бойына кеудеңді көтеріп, көшеде жүргенде жаңағы мақтаныш сезіммен сөйтіп келатасың жаңағы. Ал енді қазіргі жастарға айтатын бір жағдай, мамандықты сүю керек. Сосын мамандыққа адал болу керек. Ал сонда ғана өзіңнің жұмысыңнан ғибрат аласың. Денсаулығыңа ешқандай зиян келмейді. Енді сол реанимация анестезиология службаны ұйымдастырғанда мен осы жерде айтпай кетуге болмайды. Мына көрсеткіштер, осыдан енді 50 жылғы көрсеткіштер өте төмен болды. Бала өлімі 72-де 10 мың қалқа саққанда 72 промилле болды. Туберкулез 570 туберкулез. Жаңа внелегочный туберкулез дейді. Бұл бір ауданның цифрасы ғой сіздің айтып сүйекке түскен туберкулез. Жаңағы анау тіпті бүйрекке түскен туберкулез, шекке түскен туберкулездерді біздер интероперационны операция жасағанда анықтап жүрдік. Шекке түскен туберкулезді. Сондай жағдайда болды. Ал қазір ол жермен көктей. Ал тіпті күні кеше осы мына біздің привокзальныйда, привокзальный өңірінде мына осы көрсеткіштер, біз әлеуметтік дамудың деңгейін көрсететін көрсеткіш, денсаулық сақтау саласының көрсеткіші.
елдің дамуын көрсететін, оның деңгейін көрсететін көрсеткіш. Сол Иманғали келген кезде мына привокзалдың көрсеткіштері осындай көрсеткіштері, әлеуметтік көрсеткіштері. Мозамбики, Африканың дамымаған елінің көрсеткішімен тең болды. Мына привокзалда сол кезде жаңағы 10.000 халыққа шаққанда 41 болды бала өлімі. Жаңағы сол туберкулезге әлі түспеген, сол 507. Сосын жаңағы мына онкологиясы бар, басқасы бар, нелегашен туберкулезі бар. Сол әлеуметтік көрсеткіштер. Ана өлімі дейтін жаңағы қалыпты жағдай ол өсіптерді ол кезде. Содан мына жаңағы Иманғали 3-ші емхананы ұйымдастырып, сосын мен ол кезде жаңағы Индерде ең көрсеткіш жақсы облыс бойынша Индер ауданы болды. Дамыған өндірістік аудан ғой енді. Жаңағы 3 ауыспалы қызылту дейтін болды. 3 рет қатарынан ауыспалы қызылтуды жеңіп алған аудан болатын. Сосын Иманғали мына привокзалды түзетесін деп мені осы 3-ші емханаға ғимарат берді. Бұл қай жылдары болды? Ол 2001 жылы. Сонда 2001 жыл сондай көрсеткішпен привокзалды алдық. Сонда мынау мен Жанта облыстық мәслихаттың депутаты болдым ол кезде. Соны пайдаланасың деді Жанта ол кісі. Сізде қалалық мәслихаттың депутатысыз. Сонда оның үлкен маңызы бар екен. Сонда білдік. Сонда мынау привокзалда туберкулездің негізгі себебі сол подвалдардың бәрі жаңағы судан толып тұр екен. Жанта лас сумен, кәріз суымен толған привокзал. Үйлердің бәрі сырыс. Жаңағы көшеде жайма базар. Жерде отырып балық сатады, мөшектің үстіне жайып қойып. Сосын өндірістен сол 2001 жылы тек қана Дина базары 1200 әйел адам жасайды. Жерде жаңағы кафел жоқ, балшық, базардың іші, жылу жоқ. 1200 әйелдің емделетін уақыты жоқ жаңағы. Сонда көрсеткіштерді түзету керек болды. Соны сессияда мәселе қылып қойдық. Сол жылдам шешімін тапты. Қытайлар сол 6 айда привокзалдағы подвалдардың бәрін құрғатып, ақтап ішін, сосын канализация қондырды. Сол канализация қаражат бөлініп мемлекет. Сонда солардың жұмысына біздер таң-тамаша болдық. Масада кетті, Сырыста кетті, үйлердің бәрі привокзалды ең артта қалған аудан болатын ол кезде. Сол алға шықтық. Сосын 3 жатақхана болатын еді. Жаңағы кілең, жаңағы мал обеспеченный адамдар тұратын. Солардағы естіп жүрміз. Балдарды баға алмайтын әйелдердің балдарын уақытша дом ребенкке алдырып, Гүлмира Избасарын дейтін бастаргер болды. Сол өлі жақ балдардың бәрін баға алмайтын, анасының сүті жоқ, жаңағы жағдайлары жоқ, күнкөрістері нашар балдарды уақытша 3 жылға, 5 жылға өздерінің келісімімен жаңағы балалар үйіне алдыртып, денсаулығын сол балдар, түзетіп балалар үйіне барған балдардың біреуі өлген жоқ. Соның көрсеткішімізді біздер сол жаңағы 16.000 түсіргенде 5 жылда соны мақтаныш сезіммен айтып жүрдік. Туберкулезді 107-ге түсіргенде, туберкулез 507-ге түсірген соны мақтанып айтып жүрдік. Бұл мақтануға тұратын цифралар, бірақ енді 25 жыл бұрынғы жағдай ғой. 25 жыл бұрынғы жағдай. Қазіргі привокзальный. Бірақ қазіргі уақытта қарап отырсақ, мен де осы денсаулық сақтау саласында бірге келе жатырмын ғой. Жер мен көктей 2000 жылмен, 90 жылмен, 70 жылмен жаңа сіздің бітіріп келгеніңізбен қазір ол кезде тек анамнезін бүкіл патоанамнезін түгел жинап қол қоятын болсақ, рентгенді пайдалансақ. Қазір енді рентген диагностиканың неше түрі бар ғой. Күні кеше біздің 7-ші қалалық емхананың өзіне сүйектің құрамын анықтайтын, тығыздығын анықтайтын денсиометрге дейін алып отырмыз. Бір республикада санаулы облыстарда бар. Жер мен көктей. Қазір енді КТ
аппараты, МРТ аппараты. Бүгін тап қазір мысалы облыстық балалар ауруханасында МРТ аппаратын қондырып ашылу салтанаты өтіп жатыр. Сондықтан бұның барлығы бүкіл адамның құрылысының ішін жаңағы көлденеңінен де тікелей де түсіріп қарай аламыз. Қандай жаңа сіз айтып отырсыз ғой, әртүрлі ісіктерді, туберкулезді әбден лапаротомия жасап кесіп қараған кезде қана көріп жатырмыз деп. Ал қазір алдын алу мүмкіндіктері жоғары. Мына өндірістердің басшыларының осы атқаратын маңызы адамның денсаулығына. Сол жерде жаңағы привокзальныйдың ауданында жаңғыз өндіріс орны, жаңа айттым ғой, Дина базары 1200. Соны Төкен Танайшты облыстық мәслихаттың депутаты болды. Сол кезде. Сосын бұл кезде Төкен ағамызды айтпай кетуге болмайды. Жаңағы сосын мен аяқтай бардым ол кісі. Екеуміз сессияда бірге отыратын едік. Төке жаңағы мына аналарды денсаулығын нығайтпай, біздер халықтың денсаулығын жете алмаймыз. Ал енді осыған жаңа жылу жүргізіңіз мына Дина базарына. Сосын медпункт ашыңыз, мен дәрігер берейін мынаның ішіне. Мына әйелдер сауықтандырайық, бәрі рентген қояйық мына жерге. Сосын табылған науқастарды бірден сөрден больницаға салып емдейік. Ал аяқта емделетіндеріне осы жерден ем ұйымдастырайық дедім. Ол кісі қолдады. Қазір сол Дина базарында Дина Медикал дейтін үлкен клиника бар. Сол кісі сол кезде негізін қалады. Сол 2001 жылдары сол кезде бастау алып кетті ол кісі. Соның арқасында біздер жаңа Дина базарындағы аналарды түгел сауықтандырдық. Бірде-бір ана өлімі болған жоқ Дина базарынан. Бірде-бір бала өлімі болған жоқ. Жақсы. Қазіргі уақытта да енді өндірістің басшылары үлкен маңызы бар. Үшінші қалалық емхана привокзальный мына жаңадан құрылған Алмагүл мөлтек ауданы енді тұрған жерлері жаңа халықтың тығыз шоғырланған, жаңа сауда орындарына жақын жер ғой. Бірақ жаңа жерінің жаңағы сор болуы, жаңағы көп қатарлы үйлердің астында су жиналуы әлгінге дейін әлде кездеседі. Себебі өмір жалғасқанменен оның барлығы уақыт келе табиғаттың өзгерісі бар. Үйлердің жаңағы не дейміз? Жаңа үйді қарайтын КСК-лардың барлығының жұмыстарының реттелуіне барлық бір-бірімен тығыз байланысты жағдайлар ғой, бұлар енді өндірісте. Осы тағы бір айтып беретін нәрсе бар. Мына скринингілік зерттеулер халықтың денсаулығын анықтап, алдын ала емдеуге мүмкіндік береді. Осы жерде өндірістің басшылары өзінің қарамағында қызметкерлердің дер кезінде жаңа скринингілік зерттеулерден өтуін қадағалау керек. Осыған мемлекетіміз жаңағы үлкен қаражат бөліп отыр. Ана психоанализ дейтін аталық бездің ісігін алдын ала анықтайтын, оны Южный Кореядан алтын қаламыз біздер. Ал соны үйден шақырғанда келмей атады. Ренжиді, және неге шақырасыздар деп халық түсінбейді төмен. Қазір оныңыз дұрыс. Қауіпті ісіктің алдын алатын жаңағы 17 скринингілік әдіс бар. Соған қаражат бөліп отыр мемлекет. 2 жыл сайын әр адам дені сау болса да скринингілік әдістен өту керек те, мекеме басшылары соны қадағалап, сонда инженер ТВ-сы бар, профсоюзы бар. Ол біздің халықтың тікелей араласуымен бітетін шаруа. Бұл және айта өткім келеді, құрметті тыңдармандар, бұнау бір жақсы әңгіме сұхбат болып жатыр. Бұның ең маңыздылығы денсаулық біздің өзіміз үшін керек. Ұлтымыз үшін керек. Жалпы жұмыс жасап атқан, жұмыс жасау жасындағы жаңағы әртүрлі өндірістік салаларда жұмыс жасайтын болса, бұл еңбек кодексінде де көрсеткен. Скринингтік профилактикалық тексеруден өту үшін оған 2-3 күн әдейі бөлінеді. Сол себептен осы әрбір адам өзінің денсаулығына немқұрайлы қаламы. Ақшмақ Қалиевна, енді осы денсаулық сақтау саласының дамуын қалай ойлайсыз, қалай бағалайсыз? Сіз облыстық денсаулық сақтау басқармасында да, облыстық ауруханада да жұмыс жасадыңыз, ауданда да жұмыс жасадыңыз. Жаңағы комитет дейміз ғой, даму медицинаны үйлестіру комитетінде де жұмыс жасадыңыз. Жаңағы білім менен сапаны бағалайтын комитетте де жұмыс жасадыңыз. Сондықтан қысқаша айтсаңыз. Енді айтатын әңгімеңіз көп сіздің. Жұмысты бәр жерде жасаған екеме. Рахмет. Дұрыс айтасыз. Мен жаңағы Ғазиз Қаламшының айтып отырған әңгімесін тек бір ғана немен ойменен жетістіріп жібергім келеді. Себебі бұрын біздер жұмыс жасап жүрген кезде қоғамда қандай өзгерістер бар, біздің медицина бір бөлек, қоғам бір бөлектеу болған сияқты болды. Қазір
қоғамның өзгерісіне байланысты жаңа айтып жатырмыз ғой, өндіріс, кәсіпорындар, жеке меншіктер қазір өте көп қой. Солардың бәрі өзінің қарамағындағы адамдардың денсаулығына үлкен мән беріп, қаражат бөліп, көмектесіп жатыр. Сондықтан да медицинамен қазір қоғамның екеуінің біріккен үлкен жұмысы жүріп жатыр. Сондықтан өте үлкен мәселе, жақсы мәселелер, мына аппаратуралардың алынуы, көмектесуі, халықтың денсаулыққа деген бұрылуы, түсінігі қазір өзгерді. Меніңше ойлаймын, қазір денсаулық саласы өте маңызды дәрежеде көтеріліп, халыққа сапалы еңбегін жүргізіп жатыр деп мен есеп қыламын. Менің ойыма түсе беретіні, баяғы заман дейміз ғой, енді біздер өмір сүріп кеткен 98 пен 2000 жылғы аралықтағы біздің көрген қиындықтарымыз бар. Себебі ол кезде бүкіл елде экономика дағдарысы болды, халықтың әлеуметтік жағдайы өте нашарлап кетті. Оның әртүрлі себептері болды. Ол енді саяси мәселелер ғой, бірақ біздің здравоохранение кәдімгідей нашарлап, жанына батып кетті. Дәрігерлерден айырылып қалдық. Жаңағыдай өзіміздің қолымызда құралымыз жоқ адам, тамақта болмай қалды. Сондай бір керемет қиын жағдайға ұшыраған мезгілде өзінің мамандығына берілген мамандар еш уақытта өзінің орнын тастамады. Мен сол бір қиын жылдарда Махамбет аудандық аурухананың басшысы болып, мені сояққа қызметке жіберген болатын. Облздравта жұмыс жасап жүргенімде, жаңағы Чакликов Тұрар Ескендерович басқарып отырған мезгілде мен экономика сұрақтары бойынша орынбасары болып жұмыс жасадым. Облыста үлкен жаңағы нарыққа бейімделу бағдарламасы бойынша көп деген жұмыстар жүргізілді. Сол себепті мен осы жақын ауданға мені жаңағы жұмысқа жіберген. Мен ойладым, ауылда жан жоқ. Бәрі мына жақын болғасын қалаға кетіп, әркім өзінің күн көрісіне кеткен ғой. Сондықтан жаңағы айтқан дәрігерлерді қайтадан орнына әкелу, анау жабылып қалған фаптарды ашу дейтін, ол үлкен бір мәселе болып тұрды. Сол кезде айтатыным, жаңағы мына мәслихаттың көмегі керек болды бізге, депутаттардың көмегі керек болды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасында жүргенімде, ылғида депутаттар мәслихаттан енді қаржы бөлу жұмысы бар, жағдайды түсіндіру керек. Сол кезде көбіне кездесіп жүрдім. Біздің өзіміздің тақырыптық мәселемізді көтеріп жүрдім. Сол кезде қиналатын едім. Ол кезде біздің медицина саласының депутаттары болған жоқ. Мен оны жақсы білем. Ал кейіннен жаңа айтып отырсыздар, осындай мәселеге біздің дәрігерлеріміз атсалысып, мәслихаттың облыстық, қалалық, аудандық жұмыс жасап, өзінің денсаулық сұрақтарды мәнісіменен дәлелді түрде қою арқылы жаңағы осындай жақсы жаңалықтарға ие болдық деп мен айтқым келеді. Ондай жағдай болды, басымыздан өтті, жабылған нәрсенің бәрін орнына келтірдік. Енді сол қиындықтың нәтижесінде реформа шықты. Оңалту, қайтадан құру деген сияқты үлкен программалар болды. 5 жыл сайын өзгеріп отырды. Сол мәселеде біздің денсаулықты әрі қарай жалғастырып көтеру үшін көптеген жеке программалар құрылды. Жаңа диабет ауруын табу және емдеу, травматизмге қарсы күрес, наркоманияға қарсы күрес, жас өспірімдердің денсаулығын сақтауды қалай түзетеміз дейтін өте тамаша программалар іске асты. Йод жетіспеушілігі, яғни жас баланың өмірін сақтап қалу. Ертеңгі азаматтардың ақыл ойының, ой өрісінің жетілуіне бұл себебін табу керек және оны емдеу керек деген сияқты көптеген бағдарламалар арқылы біздер жеке қаржы бөлгізу арқылы қазіргі жетістікке жеттік деп ойлаймын. Рахмет, өте жақсы бір реформаларды тізіп айттыңыз. Өзіңіз білесіз, осы соңғы 2000 жылдың 5 жылдан бері қарай ғой әртүрлі бағдарламалардың қабылданғаны. Ұлттық үкімет барысында саламатты Қазақстан, денсаулық бағдарламасы, қазір ұлттың денсаулығы, баланың денсаулығы, әртүрлі бағдарламалар жыл сайын 5 жылдықпен қабылданып келе жатыр. Жасалған нәрселерден сол шыққан қорытынды ғой, сол жалғасып келе жатыр деп айтқым келеді. Өте жақсы. Керемет сұрақтарды қойдыңыз, себебі бұл жерде біздің өмірімізде маман
мамандардың дефициті өте жоғары деңгейде. Бағана Ғазиз Қаламович те айтып отырсыз. Менің де бір ұсынғаным, жаңа дефицитті соңғы кездерде мүмкіндік даму экономиканың жоғарылауына байланысты бір жолғы көтерме ақыны төлеуде осы облыс әкімдігінің қолдауымен, денсаулық сақтау басқармасының жаңағы менің сауалнамам негізін алуда, мәслихаттың қолдауыменен жақсы бағдарламалар қазір жас мамандарға бөлініп жатыр. Тұрғылықты болып қалу үшін сол дефицитті жою мақсатында. Енді сіздер сияқты 50 жыл еңбегін денсаулық сақтау саласына арналған қазір келіп жатқан мамандардың ойы тек осы өңірге келіп бір жолғы көтерме ақысын алып, я болмаса жаңа отбасы бағдарламасы арқылы алған үйді алып, басқа оймен емес, шын ниетіменен жаңа өздеріңіз сияқты жан қиярлықпенен алған білімдерін осы өңірді дамытуға, осы тұрғындарды халықтың алдын алуға, жаңа айтылған бағдарламалар мен оның маңыздылығын вакциналардың терең түсіндіріп, оның қажеттілігін халыққа жеткізуге жұмыстанады деген сенімдемін. Себебі қазір әлеуметтік желі үлкен дамып кетті де, ақпаратты жан-жақтан алады ғой. Сіздермен бүгін келгенде де подкасттың мағынасын жаңағы әртүрлі тақырыпта сөйлейміз деген оймен келдік. Бірнеше сұрақтар дайындағанмын, бірақ сіздердің мына өмір жолыңыз бен тәжірибеңіз арқылы осы әңгіме тақырыбында сол сұрақтар бір-бірін жалғастырып алып кетті. Сондықтан осы саладағы сіздерді мен үздік деп білемін. Біздің әріптестеріміз де сіздерді үздік деп біледі. Қашанда алға салып жүреміз. Сіздердің орындарыңыз Ғазиз Қаламұлы, Ақжым Аққалиевна, сол сияқты әріптес ағаларымыз аттарын атап өтетін өте көп. Жаңағы айтып отқан Қайырлы Смадияров, Ғарифолла Шәңгереев, Мұқашев, сондай сияқты облыс деңгейіндегі аға апаларымыздың енді қазіргі күнде осы өңірде жұмыс жасап жатқан аттарын, жаңағы сіздің тәжірибе, өмірлік жолдарыңызды біз өзімізге жаңағы сабақ есебінде, үлгі есебінде аламыз деген ойдамын. Енді бір аз ғана уақытта осы маусым айының 3-ші аптасы медицина қызметкерлері күні ғой, кәсіби мерекеміз құтты болсын. Ақ халатты абзал жандардың ақ халатын еш уақытта кір шалмасын деп айтқым келеді. Абыройлы болайық. Рахмет сіздерге. Біздің де ойымыз сол, еңбектері жемісті болсын, тек дәрежелері көтеріліп, даму үстінде дами берсін дегіміз келеді. Рахмет, әумин.